Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде маринадталған қызанақтар. Қызанақтарды маринадтап қысқа сақтаудың оңай жолменен бөлісетін боламын. Жасалу жолы оңай болса да, дәмі қыстың күні ерекше дәмді болып шығатын, кез келген тамақтарыңызбен үйлесетін, тәбет ашатын. Осы қызанақтардың жасалу жолы сізді қызықтырса, онда видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сонымен бірге қазақ тілді контенттің дамуына аз да болса үлесіңізді қосып, жанындағы қоңырау шанында ұмытпай отырып баса кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да өзгеше рецепттермен бөлісетін боламын. Осы видео рецептпен сіздер де жасап алыңыздар. Маринадтайтын қызанақтарымыз банкімізде формасын жақсы сақтау үшін барынша қатты сортынан таңдаймыз. Мен осында сливки дейтін сортынан алдым. Сонымен бірге бір тал ащы бұрыш алдым. Және бір бума аскөк, бір бума ақжелкен алдым. Бір үлкен бас жуа алдым. Және бір үлкен бас осындай сарымсақтар алдым. Сонымен бірге бізге керегі сұйық май, түйір қара бұрыш, ас тұзы. Ас тұзының барынша йодталмаған түрінен таңдаңыздар. Осындай йодталмаған болса тіпті жақсы. Сірке суы 70%, 6%, 9% болса да жарай береді. Қант және банкілерімізді стерилдеп қажет жоқ, тазалап жақсылап жуып алсақ болады. Ендеше маринадтауымызды бастаймыз. Алдымен аскөктерімізді өте қатты ұсақтамай турап, басқа бір ыдысқа бөлек салып қоямыз. Жуамызды ортасынан қақ бөліп, жіңішкелеп тураймыз. Сарымсағымызды да жапырақтап кесіп аламыз. Өте қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Өзіңізге қалай ұнайды, солай турай беріңіздер. Қызанақтарымыздың түбінен кесіп, ортасынан екіге бөліп аламыз. Барлығын турап алдық. Енді банкіміздің түбіне жапырақтап туралған сарымсағымыздан салып шығамыз. Майдалап туралған қызыл ащы бұрышымыздан да дәл осылай 3-4 түйірден салып шығамыз. Түйір қара бұрышымыздан да 7-8 түйірден саламыз. Енді банкіміздің түбіне турап араластырып қойған ақжелкенімізбен аскөгімізден салып шығамыз. Аскөктерімізді салып алғаннан кейін енді қызанақтарымызды саламыз. Барынша сыйымды етіп, алдымен тігінен, одан кейін сыйымды етіп банкімізге сәл-пәл нығыздап салып шығамыз. Қызанақтарымызды салып болғаннан кейін енді үстіне турап қойған жуаменен сарымсағымыздан салып шығамыз. Оның үстіне көк шөптерімізді саламыз. Қолымызбен сәл-пәл басыңқырап, қайтадан қызанақ саламыз. Қызанақтарымызды салып болғаннан кейін қайтадан үстіне аскөк пен ақжелкенімізді жуамыздан салып, осылай рет-ретімен банкімізді толтырып шығамыз.
Банкілерімізді толтырып алдық. Рефересмен енді үстінен толық бір ас қасық ас тұзынан салып шығамыз. 2 ас қасық қанттан салып шығамыз. Енді маринадымызды стерильдейміз. Ол үшін банкілерімізді қайнататын ыдысымызға қайнаған кезде банкілеріміз сынып қалмас үшін түбіне мата төсеп, банкілерімізді орналастырып аламыз. Енді сұйық майымыздан толық бір ас қасық май құйып шығамыз. Майымызды құйып алғаннан кейін қайнап тұрған суымызды банкілерімізге толтырып құямыз. Бос кеңістік қалмайтындай етіп жаймендеп толтырамыз. Суымызды құйып алғаннан кейін енді банкілерімізді қайнататын ыдысымызға жылы су құямыз. Иығынан келтіріп құямыз суымызды. Қақпағын бұрап жаппай, жай ғана жауып, ыдысымызды қайнауға отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін банкімізді 18-20 минуттай қайнатсақ жеткілікті. Жиырма минут қайнаған банкілерімізді судан алып, енді жарты шай қасық сірке суын құйып, аузын мықтап бекітеміз. Қалған банкілерімізге де жарты шай қасық сірке суын құйып, аузын мықтап бекітіп, осылай айналдырып тексеріп көреміз, дұрыс жабылған жабылмаған. Өзіміздің ыңғайлы жерімізге апарып төңкеріп, банкілерімізді әбден суығанша жылы жауып қоямыз. Мінекей маринадталған қызанақтарымыз осындай болып шықты. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Видео рецепті көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Осы видео рецептпен сіздер де жасап алыңыздар. Келесі видеода кездескенге шейін қош сау болыңыздар.